Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған 3 хит салаттың рецептісімен бөлісем. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен арасындағы Париж деп аталатын салаттың рецебін ұсынамын. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоямын. Ең басты 3 ингредиент бұл алма, ірімшік және де жұмыртқа. Сондай-ақ ортасына жағуға бізге майонез қажет болады. Алманы қабығынан тазалаймыз. Одан соң үкіштен өткіземіз. Үкіштің ең кішкентай бөлігінен өткіземіз. Алманы теркіде өткізіп алдық. Енді үстіне мен жаңағы лимон шырынан саламын сығып, өйткені қарайып кетпес үшін. Бірақ бұл міндетті емес, егер сіз салатты бірден жейтін болсаңыз, әдемі жаңағы түрі болу үшін, қараңыздар, асты кішкене тез қарайып кетіп жатыр. Егер алма балғын болса, яғни орысша айтқанда свежий болса, ол осылай темірі шығып қарайып кетеді. Бір жағынан бұл өте жақсы деген сөз алманың. Бірақ салатқа ақшылдау болып тұрғаны әдемі болып көрініп тұрады. Сол себептен де лимон шырынан саламыз. Салатты мен осындай тәрелкеге саламын. Соған осы үкіштен өткізілген алманы саламыз. Алманың бетін майонезбен жағып шығамыз. Қасықпен тегістейміз. Енді үкіштен жұмыртқаны өткіземіз. Оны да кішкентай бөлігінен өткізіп шығамыз. Тәрелкенің үстіне әдемілетіп саламыз. Оны да майонезбен жағып шығамыз. Қасықпен тегістеп отырыңыздар. Сол кезде біздің салатымыз дәмді болады. Енді ірімшікті үкіштен өткіземіз. Менде ірімшік сулугуни деп аталады. Бірақ бұл жаңағы неге салатқа қалаған осындай қатты ірімшік жарайды. Бұны да осы салаттың үстіне саламыз. Біздің салатымыз дайын, өте нәзік және де үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ал енді біз келесі салатты дайындауға көшеміз. Бұл салаттың аты жүзім салаты деп аталады. Бұл жерде де өте қарапайым ингредиенттер және тез жасалады. Бізге майонез, дәнексіз жүзім, ірімшік, піскен тауық еті және жұмыртқа қажет. Мен тауықты суда пісіріп алдым. Қалауыңызша пеште де пісіруге болады. Осы тауықты соломка ретінде ұсақ бөліктерге турап шығамыз. Және де тәрелкеге орналастырған кезде жүзімнің формасына келтіріп орналастырамыз. Майонез жағамыз. Майонезді қасықпен де жақса болады. Бірақ маған осылай кондитер қапшығына салып жаққан ұнайды. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратамыз. Ақ уызын бөлек және сары уызын бөлек үкіштен өткізіп аламыз. Ең алдымен тәрелкеге ақ уызды салып шығамыз. Жақсылап тегістейміз және де майонез жағамыз. Одан соң сары уызды бөлек осы жаңағы үкіштен өткізіп аламыз. Оны да тәрелкеге саламыз, бетін майонезбен жағып шығамыз. Ірімшікті алып, үкіштің кішкентай бөлігінен өткіземіз. Оны да тәрелкеге саламыз. Тағы да бетін майонезбен жағып шығамыз.
Жүзім дәнексіз болғаны жақсы. Егер дәнектері болса, онда қолыңызбен өзіңіз осы кескен кезде алып тастасаңыз болады. Барлық жүзімді екіге бөліп, осылай видеода көрсетілгендей орналастырып шығамыз. Ең соңында ақ желкенді әсемдік ретінде пайдалансаңыз болады. Сол кезде бұл салат міндетті түрде жүзімге ұқсайды. Келесі бізде үшінші салат қытырлақ салаты деп аталады, яғни хрустящий салат. Бұл жерде ингредиенттер кішкене өзгешелеу. Бізге қажет ингредиенттер: майонез керек, піспеген картоп, тауық еті, қияр, қызанақ және де айсберг немесе пекин жапырағы. Айсберг өте жақсы үйлеседі. Ең алдымен картофель пай дайындаймыз. Шикі картопты үкіштен өткіземіз. Одан соң 2-3 қайтара салқын суға жуып аламыз. Оны крахмалы шығу керек. Егер жумасаңыз, онда оны қуырған кезде бір-біріне жабысып қалады. Жуып болған соң барып, оны сүлгіге салып, кептіреміз. Кепкен соң барып, біз оны жақсылап қуырамыз. Осылай үстін тағы да сүлгімен жауып қойыңыздар. Мата сүлгімен де кептіруге болады. Әзірше біз басқа ингредиенттерді дайындай береміз. Айсбергті алып, немесе пекин жапырағын жаңағы ұсақ бөліктерге кесесіз. Маған осылай қолымен үзіп салған ыңғайлы. Үстіне майонезді жағып шығамыз. Және де кішкене шым-шым тұз саламыз. Піскен тауық етін ұсақ бөліктерге турап шығамыз. Шамамен соломка ретінде тураңыздар. Оны да осы айсбергтің үстіне саламыз. Майонез жағып шығамыз. Енді қиярды үкіштен өткіземіз. Оны да осы тауықтың үстіне саламыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар, және де майонезбен жағып шығамыз. Қызанақты кішкентай көбектерге тураймыз. Қиярдың үстіне саламыз. Майонез жағып, тұз саламыз. Картофель пайды қуыру үшін міндетті түрде таба өте қатты қызып тұрған болу керек. Күнбағыс майын құйып, жақсылап қыздырып қойыңыздар. Одан соң аз-аздан салып, қуырып аламыз. Осындай қоңырқай түске енген кезде сүзгімен сүзіп аламыз. Картоп үкіштен өткізілген соң жақсылап сүлгімен кептіріңіздер. Сол кезде жабыспайды. Ең соңда осы дайын картофель пайды салып шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Егер сіздерге осы 3 салат ұнаған болса, комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер, қай салат сізге ұнады, және де лайк қоюды ұмытпаңыздар.